Ең қымбат байлық. Ерте де, ешкі жүні бөрте де, қырғауыл жүні қызыл, құйрық жүні ұзын кезде, дәл біздің осы күнгі жалқау балалар секілді сидам-сирақ жастар өте көп болыпты. Әдетте, жалқаулардың құрғақ уайымға көп салынатын әдеті ғой. Сондай жалқаулардың бірі: о жаратқан ием-ай, жарық дүниеге әдейі әкелген соң дәулетті жалқыған бай етіп жаратсан етті. Жалғанды жалпағынан басып, шалқып өмір сүретін жасымда, ішсем тамаққа, кисем киімге жарымай жүрген түрім-ай, деп уайымдапты. Мұнын естіп қалған бір ақсақал: ей қарағым, сен несіне қайғырасың, байлықтың бәрі өзінде тұр ғой, депті. Ақсақалдың сөзін мені мазақтағаны деп түсінген жігіт: сіз қайдағы байлықты айтып тұрсыз, деп ашуланыпты. Ақсақал ештеңе болмағандай сабыр сақтай отырып: шырағым, сен андағы екі көзіңді маған сатшы, мен саған қалғанша алтын, күміс берейін, дейді. Жігіт ашуланып: екі көзден айырылғаннан кейін сіздің алтын күмісіңіздің керегі қанша? Ондай байлығын өзіне. Ары қарай жігіттің 12 мүшесіне саудаласып сұрай бастаған ақсақалға әбден ашуланған жігіт: ақсақал, ат басындай алтын берсеңіз де ешбір мүшемді сатпаймын, үйтіп мүгедек болар жайым жоқ, деп кесіп тастапты. Сонда барып ақсақал: ендеше адамның ең қымбат байлығы денінің саулығы. Сен сияқты 4 мүшесі түгел адам, бай адам, оны ешқандай алтын, күміске айырбастап ала алмайсың, деген екен.